Қазақстанда отарлық езгінің күшейе түсуі. Құрметті балалар, бүгінгі тақырыбымызда 19 ғасырдың екінші жартысындағы патша үкіметінің бекеттері, станциялары мен линияларының салынып, қазақ жерін зорлықпен отарлауына қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалыстарға тоқталамыз. 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстан аумағында патша үкіметінің отаршылық әрекеті күшейді. Патша үкіметінің 1810-1822 жылдар аралығында қазақтардың Жаңа Елек маңындағы жерлерін алуы, Жаңа Елек шебінің құрылуына әкелген негізгі себеп болып табылды. Патша үкіметінің жүргізілген іс-шараларының сылтауы тұз тасылатын жолдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету деп түсіндірілді. Ежелден табын, тама руларының көшіп қонып жүретін қазақтардың мал жайылым еді. 1810 жылы патша үкіметі Жаңа Елек шебін жасауға кірісті. Яғни ол Жайық, Елек, Құралай және Бердянка өзендері аралығын түгелдей алып, онымен қоса қазақтардың 600 мың десятинаға жуық жері патша үкіметінің пайдасына берілді. 19 ғасырдың 20 жылдарындағы реформалары қазақ қоғамының әлеуметтік жағдайын өзгертті. Жаңадан құрылған округтарда аға сұлтанның айналасындағылардың маңызы өсті. Патша үкіметі жергілікті басқарудың дәстүрлі органдарын бақылауға алуға ұмтылды. 19 ғасырдың бірінші жартысында Елек өзенінің бойында Изобильная, Боранды, Жаңа Елек, Ленев, Көмірлі, Ветлянская және Бердянская жаңа бекіністердің негізі қаланды. Жаңа аймақтың аумағына әскери адамдар мен казактар қоныстандырылды. Жаңа Елек аймағынан ығыстырылып шығарылған табын руы өздерінің наразылығын Орынбор генерал-губернаторына білдірді. Бірақ өтініш жауапсыз қалды. Бұл жергілікті қазақтарды қарулы көтеріліске шығуға итермеледі. 1822 жылы табын руының батыры әрі биі Жоламан Тіленішұлы Ресейге қарсы соғыс жариялап, күреске басшылық етті. Көтерілісті басу үшін құрамында жазалаушы экспедиция жіберілді. Сөйтіп 1825 жылы Бұлдырты, Шиелі, Тамды өзендері бойындағы қазақ ауылдарын ойрандады. Көтерілістің әр жерде шашыраңқы жүруімен оған қатысушылар санының аздығы оның жеңіліске ұшырауына жеткізді. Жоламан Тіленішұлы бастаған көтеріліс 1822-1825 жылдарды қамтыды. Солай бола тұрса да ол Кенесары Қасымұлы бастаған қуатты көтерілістің пісіп жетілуіне елеулі ықпал етті. 18 ғасырдың 30 жылдарында құрыла бастаған Верхняцкі және үй бекіністі шептерінен тұрды. Верхняцкі шебі Орынбордан шығысқа қарай созылды. Қаржы шығындарымен және қаншалықты дұрыс екендігімен санаспай, империялық идеялар өзге ой-пікірлердің бәрінен де басым түсіп отырды. Мұның бәрімен де бітпейді. Қазақстан аумағына әскер орналастыра отырып патша үкіметі Орта Азияға қарай ілгерілеу үшін алғы шеп дайындады.